Каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сосиски в тесте дайындайтын боламыз. Ең алдымен жылы сүтімізді құямыз. Жылы су. Тұзымызды саламыз. Және де қантымызды салып, дрожжымызды саламыз да жақсылап араластырамыз. Сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластырып, қамыр илеуді бастаймыз. Ұнымызды аз-аздан салып отырып, бірінші ең алдымен қасықпен араластырып бастаймыз. Қанша ұн кететінін мен астында описанияға жазып қалдырдым, қарасаңыздар болады. Осылай аз-аздан қосып отырып, қамырымызды біріктіреміз. Шамалы формаға келген кезде қасығымыздан алып, ары-қарай қолмен илейтін боламыз. Осымен иленіп болайын деп қалған кезде кішкене сұйық майымызды қосып, бастарын барлығын толықтай біріктіреміз. Қамырымыз дайын болды. Пищевой пленкамен немесе орамалмен бетін жауып қойып қоямыз. Арада 1 сағат өткенде осылай көтеріліп, әдемі болып шығады. Бір қайтарып, қайтадан бетін жауып, жылы жерге қалдырамыз. Екінші рет көтерілген кезде уже оны пісіруді бастаймыз. Кішкене ұнымызды сеуіп аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Жаюға ыңғайлы етіп келтіріп аламыз. Осылай нанды жайып толықтай, екі жағына ұнын себеміз шамалы, оқтаумен жайып, ұзынша етіп кесуге дайындаймыз. Осылай кесіп аламыз барлығын. Осы қамырдан менде 14-15 штук сосиски тесте шықты. Осындай утренний сосиски қолдандым. Өте ыңғайлы, барлық дүкендерде сатады. Бағасы 200-300 теңге аралығында. Сосискалардың қабықтарын пленкасынан ажыратып, ортасынан осылай бөліп алдым. Толықтай бір бөлікті салсаңыздар да болады, мен осылай жарты бөлігін салдым. Қамырды енді осылай толықтай орап шығамыз. Қамырды бірінің үстіне бірін шығарып, толықтай орайтын боламыз. Артық қамырды кесіп алып тастаймыз. Осылай барлығын жасап шығамыз. Осылай барлығын орап біткен соң, бір жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырамыз. Осындай щеткамен толықтай барлық жеріне жағып шығамыз. Қып-қызыл әдемі болып пісу үшін осы жұмыртқаны қолдансақ болады. Сізде жұмыртқа болмаса, жай ғана сүттің өзін жақсаңыз да болады, немесе жұмыртқамен сүтті араластырып жақсаңыз да болады. Мен осылай жұмыртқаның құр өзін жақтым. Және де күнжіт немесе макты бетіне сепсеңіз болады. Мен күнжітті қолдандым. Себебі күнжітті өте жақсы көреміз. Осылай дәмді болады. Алдын ала қыздырылған пеште 180-200 градуста 15-20 минутта піседі. Пешіміз қызып дайын тұр. Міне осымен біздің сосиски в тесте дайын болды. Каналға жазылып қойыңыздар, әлі де көптеген рецепттер болады. Сіздермен болған қымбат.